Бүгін көктем болып тұр ғой прям. 1 қаңтар 2022 жыл. Біз Диснейлендтеміз. Бүгін Диснейлендтегі өткізген уақытымыз жайында, ақшасы қанша кетті, жайғасып отырамыз, ертегі әлеміне бірге саяхаттайық. Диснейлендке келмес бұрын жолға кететін ақшаны өздеріңіз бойынша есептейсіздер, себебі Қазақстаннан немесе басқа елден келген кезде ақшасы өзгеше болады. Ал біз Бельгиядан болғаннан кейін біз пересадкамен пойызбен бара салдық, бізге жақын. Диснейлендке кіру ақысы әр күні әртүрлі болады. Жұмыс күндері арзан, ал демалыс және мейрам кездерінде өте қымбат болады. Билет ең қымбат болатын кез ол жаңа жылдың қарсаңында. Диснейлендке кіру билетін қарамас бұрын сіздер қонақ үй қараңыздар. Disneyland Hotels деп жазып, сол жердегі Диснейлендтің ішіне кіретін отельдерді, қонақ үйлерді қарасаңыздар, содан егер сіз бір күн немесе 2 күнге бөлме алатын болсаңыз, сізге Диснейлендке кіру билеті тегін берілуі мүмкін. Бізге сондай мүмкіндік болды. Біз 4 бала, 2 үлкен адам, 6 адамға бұл өте тиімді. Сағат 2 мен 6-ның кезінде күніне 2 рет осындай парад өтеді. Келген бойда приложениені тартып алыңыздар. Оның ішінде тамақтанатын орындар, аттракциондарды қанша уақыт күтуге болады, соның барлығы жазылған. Кезекке тұрған кезде бұрынғыдай fast pass дегендер болмайтын болған қазір. Яғни тегін кезектен тез өтіп кету мүмкіндігі жоқ. Оны тек қана приложение арқылы сатып ала аласыз. Ұйқыдағы ханшайымның қамалы жоғарғы бөлмелеріне кіріп, ішінің бәрін көріп шығуға да болады. Келесі астыңғы жағындағы есіктен драконды көруге болады. Кейбір бөлмелері коронавирусқа байланысты, пандемияға байланысты жабық тұр екен. Біз секілді көп баламен келсеңіздер, қосымша тәттілер, тамақтар, су барлығын алып келуге кеңес беремін. Ішінде жүрек жалғауға тамақтанатын жерлер өте аз. Тек қана попкорн, чипсы секілді тамақтар бар. Бірақ ресторандар да бар. Ресторандарға коронавирусқа байланысты алдын ала резерв жасау керек. Сен ұшырасың ба? Қарашаның ортасынан бастап Хэллоуин тойлап біткеннен кейін Диснейлендте Рождествоға және жаңа жылға әсемдеу басталды. Осындай тамаша ерекше күйге енеді.
Паркте әр түрлі тематикаға, тақырыптарға байланысты етіп сәнделген жерлер өте көп. Давай, сфоткаю тебя. Бұл екінші күніміз. Өзімді принцесса сезініп тұрған кез. Видеоға түсірейін деп ойласам суретке түсіреді. Менен тағы бір кеңес, Диснейлендте парад болып жатқан уақытта Disney Studios паркіне баруға кеңес беремін. Сол кезде адам өте аз болады, аттракциондарға рахаттанып мінесіздер. Жүзеді видео жасағатым ғой. Давай, пока дезелермен. Екінші күні ерте келген соң көп аттракциондарға үлгердік. Біріншіге барды, көркем. Бара бер. Кешкі шоу осындай шырша жағудан бастау алады, ары қарай таңғажайып шоуға жалғасады.